Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді болып шығатын наггетстердің рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен тауықтың төс етін осылай ортасынан бөліп, жіңішке бөліктерге бөлетін боламыз. Жұқалап және де ұзынша етіп, барлық еттерімізді турап аламыз. Етімізді турап болғаннан кейін, енді біз наггетсыға арналған маринадты дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып алып, оның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де кез келген дәмдеуіш қолдансаңыздар болады. Мен Maggi дәмдеуіштерін пайдаландым. Қосылған дәмдеуіштеріміздің барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін дайын болған маринадымызды алдын ала туралған етіміздің үстіне құйып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа немесе одан да көп уақытқа қойсаңыздар болады. Көп тұрған сайын біздің етімізге маринадымыз жақсы сіңіп, біздің наггетсымыздың дәмі кіретін болады. Мен жарты сағатқа қалдырдым. Қасықпен немесе қолыңызбен араластырсаңыздар болады. Жарты сағат тұрған тауық етіміздің бетін ашып, енді видеода көрсетілгендей етіп, чипсымызға аунатып, противенге орналастыратын боламыз. Кез келген чипсы қолдансаңыздар болады. Мен осылай алдын ала ұсақтап дайындап қойдым. Бұл наггетсыларымыз ПП тағамдардың бірі. Байқасаңыздар, құрамына ешқандай май қосылмайды. Салауатты өмір салтын ұстанып жүрген жандар үшін немесе диетада жүрген адамдарға өте пайдалы тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмді болып шығады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп аунатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Қалған еттерімізді мен дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп панировочный сухари, яғни қытырлақ нанның үгітіндісіне аунатып пісіріп алдым. Видео ұнап жатса, маған қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің наггетсыларымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Дәмі өте керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.